Мына кісі қазтест бойынша сіздер 54 алдыңыздар, бірақ өтпеді дейді. Барлықтарыңыз тапсырдыңыздар ма? Мен 42 алдым. Жақсы. 38 алғандар бар, өткетті олар. Ол қалай өтіп отыр олар? Сіздер жоғары аласыздар, өтпейсіздер. 38 алғандар өтіп кетті. Апам 48 алды, өтіп кетті деп сөйтті. Ал енді жолдасым 42 алды, өтпей қалды. 0,84 алды, өтпей қалды. Менен бірге біреу берген 40-қа жалған. Жақсы. Не үшін өтпей қалдыңыздар білесіздер ме? Мынау дейді. Бірақ айтқан жоқ. Себебі қозғалып қалған сықылдымыз, көзімізге қалған сықылды, әрекетіміз дұрыс болмаған сықылды. Ана денау дейміз ғой, соның алдында отырған кезде қозғалып қалған ұсағанбыз. Жүзінде енді ол мәлім дәрежеде көзіміз қағады ғой, оқимыз ғой оны. Яғни сіздерді басқа біреуден көшіріп ақпарат алды деп, мәшіне компьютер солай ойлап тастады деп ойлайсыздар ғой. Бүгін немене ұстамай қалды деді тағы. Сен ұстамай қалады дейді. Сол ұстамай қалды. Хат дәуірі болып жатырмыз. Яғни әр осы қабылдаушы сондар, жауапты әкімшіліктегі қызметкерлер интернет жүйелерінің техникалық ақаудың кесірінен міне қаншама кісілер қиналып осылай тұр. Сондықтан программа бар, заң бар, сол бойынша жасалғанда техникалық жағында дұрыс қарасаңыздар. Әйтпесе сіздердің бұл сол олқылықтарыңыздың кесірінен қаншама адам тентіреп жүр.